Өзін тану процесінде осы жерде мінекей үлкен терең мағыналы өзіңізді байқасаңыз, сіз есейгеніңізді байқайсыз. Өзгеге болғандай өзің балаңызға, келініңізге, қалды күйеуіңіз, қызыңыз күйеуге шығып жатырса, яғни күйеуіңіздің де мінезі өзгереді. Сол қызыңыздың барған жеріне уже сіз де құдағай боласыз, құда боласыз, адам өзгереді. Міне осы тарапта Алла тағала бізді адам арқылы тәрбиелейді. Яғни ол бала біздің босағамызға келсе, немесе біздің босағамыздан қызымыз біреудің босағасына барса, яғни бұл жерде де өзімізді бір жақсы қырымыздан тануға Алла тағала адам арқылы бізді сондай сынақтар беріп, сабақтар беріп, бір-бірімізге мінез құлқымыз келмесе де, ол ашуланып келуі мүмкін, немесе сіздің мінезіңіз болуы мүмкін. Соны түзеттеп, сондай бір тарапта керемет нығметтер Алла тарапынан келеді. Оны жаймен түсінеді енді әрі.